Анелі қазандары қуаныштан қайнаған ел, бақтарында бұлбұл құс сараған ел. Бүгінгі Шоманкөл ауылының алғашқы стеласын ашылған тойлаған ел, тойларыңыз құтты болсын. 1930 жылы жаңа иім колхозы болып аталған. Кейін 1937-1933 жылы Баянауыл кеңшарының бөлімшісі болған. Одан соң Южный совхозының бірінші бөлмешісі болды. 1992 жылы Жұматшанин ауылы Күркелі аудандық округі құрамында Жоман ауылы осы өңірде Ұлан руына берілді. Беделді азаматтары Шоман байдың есіммен байланысты болған. Шоман Қазанұлы 1751 жылы туып старшина би болған. Одан 12 ұл болған. Ұлдарын бәріне құдық қаздырып, сол құдықтар арнасына асып, берілген көлге айналған. Шоманның аумағы 2996 гектар, 455 шарты шақырымды құрайды. Соғыс жылдарынан кейін Баженов Қайырбек деген елге басшы болған. 1993 жылы Жұмабаев Соқырбек ферма бригадирі болып, 1977-1990 жылы Сейфулин Ғинаят басшы болып келген. Құттау сөзі Жұматшанин ауылының әкімі Алибек Сұңғатбекұлы Сабабековқа беріледі. Құрметті ауылдастар, осы стеланы құрып атқан бірліктің арқасы, осы ауылдың тұрғындары үлкен алғысын білдіремін. Құтты болсын ауылдың тұрғындары. Осы ауылымыз көркейе берсін, дами берсін, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бекен Зада ауылына беріледі. Құрметті ауылдастар, мынау енді былтырғы жылдан бастап ауылымыз енді қолға алынып, жаңағы биылғы жылы үлкен киіз үй алып келді. Міне ұйымдастырушы болып ортамызда өзіміздің жерлесіміз, ініміз Айжан басқарды. Алтын деген жерлесіміз бар осында тұр. Алларымыз құтты болсын. Алда осындай жақсы мерейтойлары көп болсын. Үшінші ұлдарыңызға Ануар Құрманғалиға беріледі. Бір тамаша әнді тарту етеміз, қабыл алыңыздар. Тасыңа саған айтарым, бірді құлыптыйым, арадан қалған балдарын садаған көтерім, Өлімдеп жатқан көлде, көңірайша Таусылмас тарих беттері соғылған. Сонымен қатар Несіпжан Жақсылық қызы Акишеваға, неде Шукелова Шолпан Әбдікәрім қызына беріпті. 1984 жылдары тракторшы болып жұмыс жасаған. Енді жаңбырмен жер көгерер, батамен ел көгерер деп осы жерде атамыздан бота қалғанша болсын деп, осы Болат ағай иләмин деп баршамыз мұсылман қауымы қолымызды жайып, батаңызды беріп, алғыс сөз сіздерде. Екен, құрметті Шоманкөл ауылының тұрғындары, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Биылғы жыл Шоманға бірінен соң бір қызықтар келіп жатыр. Киіз үй келді, қазан ошағы мен ыдыс аяғы менен оның уже алғашқы пайдаланып қызығын көріп жатыр ел. Міне енді одан кейінгі міне дөкей ауылдың кіреберісіне стелла қойылып жатыр. 70-74 жыл туылған өзіміздің балалардың несіменен, ұйымдастыруменен. Енді құтты болсын. Бұл өмір сүруге болмайды. Екінші көл болғаннан кейін аққу болу керек. Аққуда бетімен көлге қона бермейді. Осы Шоманкөлдің өзі мешітті аққулары бар. Оны істеген адамның өзі Қаражан марқұмның баласы Еркеш екен. Оған көптен көп рахмет айтамыз.